2001 жылдың 7 қыркүйегінде Ауғанстанның жетіп бару қиын болған Қожа Бахадир ауылында жан түршігерлік жарылыс болады. Сұхбат алу үшін қойылған телекамераға орналастырылған бомбаның жарылуы салдарынан сол жерде бір лаңкес быт-шыт болады. Екіншісі күзетшілердің оғынан жойылады, бірақ олар өз мақсаттарына жетеді. Сол күні ауған маджахеттерінің коммунизм мен діни фундаментализмге қарсы күрескен жетекшісі Ахмадшах Масуд қаза табады. Кеңестерге қарсы соғысқан және олардың да құрметіне ие болған жалғыз қарсылас Панчер арыстаны лақабымен танылған Ахмадшах Масуд мерт болады. Ауғанстан король армиясы офицерінің ұлы Базарақ қаласынан шыққан этникалық тәжік жігіт 20 жасынан асқанда алғаш рет қолына қару алады. Келесі шамамен 25 жыл өмірін соғыс даласында өткізеді. Ол әуелі Мұхаммад Дауыттың республикалық режиміне қарсы, кейін Кеңес одағы қолдаған коммунистік партияға қарсы күреседі. Артынша бұрынғы одақтасына айналған ең басты қарсыласына қарсы соғысқа кіреді. Соңында ислам фундаменталистері болған Талибан қозғалысына қарсы да ерлікпен шайқасады. Панчер аңғарында Кеңес әскерлері де, коммунистік билік те, халықаралық лаңкестер де оны тізе бүктіре алмады. Алайда өмірінің соңында алдау арқылы Әл-Каида қозғалысы аймақтағы ең күшті жауынан құтылуға ұмтылады. Телевизиялық сұхбат болып көрінген әрекет шын мәнінде оның жанындағы адамдардың тағдырын өзгерткен қастандыққа айналды. Ахмадшах Масуд жас кезінде исламшыл қозғалысқа қосылып, кейін Ауғанстанның тәуелсіздігі үшін Кеңес одағына қарсы соғысты. Кейін Кабулды түрлі қарулы топтардан қорғап, соңында Талибан мен Әл-Каидаға қарсы күресті. Уақыт өте ол әлемге Ауғанстандағы еркіндік пен қарсылықтың символы ретінде танылды. 1980 жылы Ахмадшах Масуд Кабул политехникалық институтында оқыды. Сол кезде ол мұсылман жастар ұйымына қосылады. Бұл ұйым Ауғанстандағы исламшыл студенттік қозғалыс еді және батысшыл реформаларға, коммунистерге, социалистерге қарсы шықты. Ұйым ішінде кейін әйгілі болған көптеген тұлғалар болды, бірақ Масуд басқалардан ерекшеленді. Ол Ленин, Мао Цзедун, Че Гевара сияқты революционерлердің еңбектерінде зерттеген. 1973 жылы Мұхаммед Дауд хан төңкеріс жасап, монархияны құлатып, Ауғанстанды республика деп жариялайды. Осыдан кейін исламшыл ұйым жетекшісі Пәкістанға қашады. Пәкістан премьер-министрі Зулфқар Али Бхутто оларды қолдап қару-жарақ пен дайындық береді. Өйткені Дауд Пәкістандағы пуштун аймақтарын Ауғанстанның жері деп талап қойып жатқан еді. Ахмадшах Масуд Пәкістандағы лагерлерде әскери дайындықтан өтіп, кейін Мысырға барып партизандық соғыс тәсілдерін үйренеді. 1975 жылы Ауғанстанға оралып, Панчерде Дауд билігіне қарсы көтеріліс ұйымдастыруға қатысады. Бірақ халықтың көбі Дауд реформаларын қолдағандықтан көтеріліс сәтсіз аяқталып, Масуд қайтадан Пәкістанға қашады. Осыдан кейін исламшыл қозғалыс екіге бөлінеді. Гулбиддин Ахмедияр радикалды ислам партиясын құрады. Бурхануддин Раббани мен Масуд салыстырмалы түрде қалыпты бағыттағы Ауғанстан ислам қоғамын құрады. 1978 жылы Ауғанстанда коммунистік төңкеріс болады. Мұхаммед Дауд хан өлтіріліп, билікке коммунистік партия келеді. Жаңа режим исламшылдарға қарсы қатаң репрессия бастап, елде үлкен тұрақсыздық тудырады. Коммунистік билікке қарсы күресте түрлі исламшыл топтар уақытша бірге бастайды. Ахмадшах Масуд Панчер аңғарында өз жасақтарын құрып, аймақты бақылауға алады. Бұл стратегиялық маңызды жер үшін басқа маджахет жетекшілерімен де бәсекелестік болған. 1979 жылы Ауғанстандағы коммунистік билікке ішкі төңкеріс болып, кейін сол жылдың 25 желтоқсанында Кеңес әскері Ауғанстанға кіреді. Кабулдегі сарайға шабуыл кезінде Хафизулла Амин өлтіріліп, орнына Мәскеу қолдаған Бабрак Кармал келеді. Осыдан кейін соғыс кең ауқымды ұлт-азаттық күреске айналады. Масуд Панчерде тек әскери емес, экономикалық жүйеде құра білді. Ол жергілікті гауһартас пен зүмірет және күміс кендерін бақылауға алып, олардан түскен қаржымен қарулы күресті қаржыландырады. Сол кезде бағалы тастар экспорты жылына $10 миллион табыс әкелетін еді. 1984 жылы Ахмадшах Масуд Панчерде қарсылас исламшыл топтарды ығыстырып, аймақтың толық бақылауын алады. Ол жақсы ұйымдасқан партизандық әскер құрып, жергілікті халыққа сүйенген басқару жүйесін орнатады. Масудтың жасақтары өз ауылдарын қорғайтын жергілікті бөлімдерден тұрды және партизандық соғыс тактикасын тиімді қолданды. Масудтың дәстүрлі поколь бас киімі оның символына айналды. Кеңес әскерлері оны қауіпті қарсылас деп санады. Ал әлемде ол Панчер арыстаны деген атпен танылды. Ауғанстанда арыстандар болмаса да, бұл лақап оның батылдығы мен беделінің көрсетуі үшін берілген болатын.
Ахматжақ Масуд басқарған панчерге кеңес әскері бірнеше рет ірі шабуыл жасады. Алғашқы үлкен операция 1980 жылдың сәуірінде басталып, кейін тағы да қайталанып отырған. Масудтың қолында шамамен 5-10 мың, ең көп дегенде 13 мыңдай жауынгер болды. Ал кеңес әскері танктері, бронетехникасы және авиациясы бар 30 мың сарбаз қолданды. Бірақ маджахеттер кәдімгі армия сияқты соғыспады. Олар таулы, тар шатқалдарды пайдаланып, күтпеген жерден шабуыл жасап, кейін тез жоғалып кететін партизандық тактика қолданды. Кеңес әскері болса аймақты қайта-қайта тазарту операцияларын жүргізіп отырды. Уақыт өте келе кеңес әскерінде көптеген шығындар пайда бола бастады. 1986 жылдан бастап маджахеттер Ахматжақ Масуд жетекшілігімен паншерден шығып, кеңес үкіметінің күштерін көптеген аймақтардан ығыстыра бастады. Сол кезде ауған соғысынан кеңес қоғамы да қатты шаршаған еді. Масудтың аты кеңес одағында да белгілі болды. Оны басқа маджахет басшылары сияқты тек жау ретінде емес, кейде жасырын құрметпен де айтатын. Тіпті Ауғанстанның коммунистік басшысы Мұхаммед Наджибулла кеңестерден Масудты жоюды талап еткен, бірақ кеңес генералдары бұған әрдайым келісе бермеген. Себебі Масуд тек соғысып қана қоймай, кеңес әскерімен келіссөздерді жүргізіп және берген сөзінде тұрған. Ол кеңестік тұтқындарды азаптауға тыйым салды, сондай-ақ қарапайым кеңесшіл ауғандарға қарсы қатыгездікке жол бермеді. Сондықтан паншерде басқа аймақтарға қарағанда тәртіптірек әрі салыстырмалы түрде адамгершілігі бар орта қалыптасты. 1989 жылғы 15 ақпанда кеңес әскері Ауғанстаннан толық шығып кетеді, бірақ Мұхаммед Наджибулла басқарған коммунистік үкімет әлі де билікте қалады. Өйткені кеңес одағы оларға қару-жарақ пен жанармай жіберуді жалғастырған. Осы кезде Ахматжақ Масуд елдің солтүстік шығысындағы тәжік аймақтарын бақылап, Талқан қаласын негізгі тірекке айналдырады. Оның әскері шамамен 60 мың адамға дейін жетеді. Кейбіреулер Масуд тәжік аймақтарын бөліп алып, жеке мемлекет құрғысы келеді деп ойлаған, бірақ оған нақты дәлел болмаған. Масуд коммунистік режимнің тірегі Мәскеу екенін түсінеді. Сондықтан ол Кабулға бірден шешуші шабуыл жасамай, саяси және әскери күшін сақтап отырды. Ал 1991 жылы кеңес одағы ыдырағаннан кейін Наджибулла режимі небәрі 8 ай ғана өмір сүрді. 1990 жылдың ортасында Ауғанстанда орталық билік әлсіреп, елде хаос күшейді. Осы кезде Пәкістан қолдаған Талибан күшейіп, елдің көп бөлігін басып алады. 1996 жылы олар Кабулды алып, бұрынғы президент Мұхаммед Наджибулланы өлтіреді. Осы кезде Масуд Талибанға қарсы негізгі қолбасшыға айналып, паншерді ұстап қалады. Талибан ешқашан паншерді толық басып ала алмады. Кейін Масуд Талибанды әлемге үлкен қауіп деп түсіндіре бастады. Ол ақш пен Ресей арнайы қызметтерімен де байланыс орнатады. 2001 жылдың 9 қыркүйегінде журналист кейпінде Масудтың алдына келген Талибан жанкештілері оны өлтіреді. Сұхбат алу барысында Талибан жанкештісі өз-өзін жарып жіберу салдарынан Ахматжақ Масуд қаза табады. Ахматжақ Масуд өмір бойы исламшыл қозғалыстарға қосылып, бұрынғы президент Дауыттың батысшыл реформаларына қарсы шықты. Бірақ кеңес одағына қарсы соғыс кезінде Масуд тек діни күрескер емес, Ауғанстан тәуелсіздігінің символына айналды. Уақыт өте ол ауған тәжіктерінің негізгі көшбасшысы болды. Сонымен бірге өзбектермен, түркмендермен, хазарлармен және басқа халықтармен де одақ құра білді. Масуд Талибанның қатыгездігі мен діни фанатизміне қарсы тұрды. Ол тек қолбасшы емес, саясаткер әрі дипломат та болды. Діни радикализмді қолдамаған, салыстырмалы түрде либерал көзқарастағы ауған лидер саналды. Замандастары Ахматжақ Масудты 12 ғасырдағы атақты мұсылман қолбасшысы Салахеддинмен салыстырған. Салахеддинді күрес жорықтарындағы жаулары құрметтегендей, Масудты да кеңес офицерлері құрметтеген. Ол батылдығымен, жомарттығымен, қарапайымдылығымен және өз сөзіне адалдығымен танылған.